Сәлем достар, бүгін өте дәмді болып шығатын мясной пирог дайындайтын боламыз. Алдын ала ыдысымызға ұнымыздың барлығын осылай електен өткізіп, оның үстінен біраз қасық тұзымызды, біраз қасық қантымызды және 10 граммдай қопсытқышымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мұздатқышта тұрған осындай сары майымызды алып, теркадан барлығын жақсылап өткізіп алатын боламыз. Майымызды осылай ұнға аунатып арқылы өткізсек өте жылдам болады. Барлығын өткізіп болғаннан соң қолымызбен кішкене осылай үгітіп, оның үстінен 250 граммдай айранымызды құйып, қасықпен одан соң басы біріккенше қамырды қолмен илейтін боламыз. Барлығын жақсылап илеп, қамырымызды 15-20 минутқа пакетке салып, кішкене демалуға қойып қоятын боламыз. Ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына тартылған ет, пияз және осындай картоп теркадан өткізілген және аскөкімізді салып, тұз, қалауыңызша қара бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. 20 минуттан соң осылай қамырымызды алып, екіге бөліп, екеуін теңдей қылып, 4 бұрышты қылып жайып шығатын боламыз. Екеуі де бірдей болып жайылып шығу керек. Осылай жайып болғаннан соң, шеттері қисайғаны болса, кішкене осылай пышақпен кесіп алып тастап, бірінші қамырымызға узор сызып алатын боламыз. Осылай пышақтың көмегімен әдемі қылып узорларын сызып, осылай дайындап қоямыз. Екінші қамырымызды дәл солай жайып, үстінен салмасын салатын боламыз. Бір тегіс қылып барлық салмасын салып, бетінен екінші қамырды осылай жабатын боламыз. Осылай қойып, барлық шеттерін осылай қолмен кішкене осылай қысу арқылы жауып бекітіп шығатын боламыз. Осылай барлық жерін осылай түйіп шыққаннан соң, бетіне жұмыртқамыздың сарысын жағып, күнжіт немесе макамызды сеуіп, 180 градусқа 40-45 минутқа пісіріп алатын боламыз. Қамыры ауызда ерейтін болып шығады. Барлықтарыңызға осылай дайындауға кеңес беремін. Видеом ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп кетіңіз. Күн сайын жаңа рецепттермен бөлісетін боламын.